және де барлықтарыңыз сәлем достар, сіздермен бірге мен бұл Зума достар. Енді бүгінгі видео роликте мен енді Мокпеде дамудың енді 10 жолын айтатын боламын. Мүмкін 10 болмауы мүмкін енді 12 болуы мүмкін, то есть 8 болуы мүмкін, 7 болуы мүмкін, или 6 болуы мүмкін. Мен білмеймін, но менің ойымша 10 болады, потому что мен қазір кейбіреулердің ойдан айтамын, ал қалғандардың енді сценарий бойынша айтатын боламын. Ал енді достар, енді если осы жаз бітем дегенше менің каналымда достар 500 подписчик жиналса достар, мен енді Мокпеде жоқ жаңа контенттерді бастайтын боламын. Ең бірінші не істеймін, жаз бітем дегенше 500 подписчик жиналса мен даусымды өзгертетін боламын. Бұлай слишком қатты жіңішке қылып сөйлемей, типа андай серьезный дауыспен ассалаумағалейкум достар деп солай өзімнің настоящий шын даусыммен сөйлейтін боламын. Екіншіден, мен өзімнің имиджімді ауыстыратын шығармын. Үшіншіден, жаңа монтажды 100 есеге күшті қылатын боламын. Ал енді біз видеомызға қарай кеттік. Енді видеоның тақырыбын ұмытып қалсаң, Мокпеде дамудың 10 жолы. Ал біз видеомызға қарай кеттік. Және достар, бұл видео басылмастан бұрын мен сіздерге енді Телфидің енді арнасын ұсынамын. Бұл арнада енді Мокпеден өте керемет контенттер шығады десем болады. Өте керемет көп видео жаңадан келген Мокпешілді қолдап кетейік достар. Бұда енді 91 ма сондай подписчик. Давайте осы подписчик енді где-то енді хотя бы 100-ге немесе 110-ға жеткізіп берейік. Енді соңғы видеосына енді мен Зумадан келдім деген рандомный 2 адамға пиар жасап беретін боламын. Ал біз видеомызға қарай кеттік. Ал және достар, міне біздің бірінші картамыз басталды десек те болады. Ал енді мен айта беретін болсам, бізге бірінші не керек? Бізге мен сразу темаға кешеңе. Бізде, бірінші бізде ол, қазір бүкіл оформление дейді ғой, жоқ. Бірінші бізге настроение керек, көңіл күй керек. Егер де сіздер Мокпеге көңіл керемет, мысалы, күліп солай келсеңіздер, сіздер весь Мокпе күліп жүретін боласыздар. Если мысалы, настроение болмай келсеңіздер, сіз осылай жүретін боласыздар. Мысалы, егер де сіздер настроение шылап келсеңіздер, бұлай жүресіздер, весь Мокпе видеоларыңызда осылай болады. Достар, енді, жадым деп. Ондай болмайды. Так что Мокпеге келместен бұрын өздеріңіз күліп келіңіздер, сол кезде Мокпеден кетсеңіздер де күліп кететін боласыздар. Так что енді ешқашанда Мокпеге жылап келмеңіздер. Сіздердің если настроениеңіз жоқ болса, Мокпеге пока что келмеңіз. Қашан настроение мош және де желание мош болады, сол кезде келіңіздер. Енді біз бірінші способ бар, енді, то есть біз бірінші настроение көтеріп алдық. Бізде желание бар. Екінші бізге ол жаңа оформление, бізге жаңа оформление керек. Слеты емес, ешқандай группадан алынған емес, бір топовый өзіміздің никқа бір керемет. Ең бірісінде енді сіздерге ник ойлап табу керек. Если сіздерде ник идея жоқ болса, маған осы жазыңыздар, мен сіздерге 3 идея жіберемін, сол 3 идеяның біреуін таңдап аласыздар. Және бізде уже, мысалы, бізде желание бар, оформление бар. Енді қазір оформлениені где-то 1000 теңгеге полный оформление алуға болады. Енді авар шапкасын 500 теңгеге аласың, одан кейін футажды аласың, интро аласың, одан кейін поз аласың, плюс-минус 1000 теңге керек болады. Полный имиджға. Достар, енді бізде уже ойлайық, бізде енді не керек бізге? Бізде настроение бар, желание бар, жаңа енді желание бар, жаңа оформление бар, бізге не керек? Және де бізге енді одан кейін бізге видео түсіру керек. Бұл енді қателеспесем қазір 4 немесе 3 способ. Давайте 3 дей салайын. Бізге жаңа идея керек. Ешкімнен ұрланбаған жаңа өзіміздің стиль. Салам YouTube, мен келдім, мен легендамын, YouTube'дан қажеті жоқ. Сразу бір видео түсіріп кетіңіздер. Бір өздеріңіз бір идея ойлап табыңыздар, сосын сол идеяға видео түсіруді жалғастырыңыздар. Өздеріңіз қазақ Мокпесінде жоқ идеяны ойлап, соны түсіріңіздер. Сол кезде адамдардың өздері сізге подписаться етеді. Ешқандай неосыз, ешқандай қиындықсыз. Ал енді бізге 4-ші способ, енді айтайық, бізде желание бар, имидж бар, жаңа идея бар. Бізге не керек? Бізге енді именно превью керек. Бізге превью керек. Енді превьюді енді менен алсаңыздар болады. Ол менде 35 теңге. Но қазір енді ретро стиль енді хитта ғой. Қазір
почти ешкім енді ают стиль алмайды. Ают стиль уже бүкіл надоел шығады енді. Қазір енді так что бізде хитта, қазір бізде хит ол ретро стиль. Енді ретро стильді мен алсаңызда болады, 35 теңге, енді ссылка описаниеде. Ал енді бізде енді превью бар, идея бар, желание бар, және де біз видеомызды наконец-то ютубқа саламыз. Бізде уже видеомыз бар, 20 подписчикпен бар, мысалы 20 подписчик каналымызда тұр, әдемі оформление тұр, превью тұр. Және де енді видео салғанда оны әдемі монтажбен салыңыздар. Короче, енді одан кейін біз енді не істейміз? Именно сообщество және де пиар. Бірінші видеоға именно сообщество алу керек. Енді сообщество не енді изгардан және онтиктан алсаңызда болады. Енді мен өзім онтиктан советовать етемін сіздерге. Ал енді енді пиар қазір бүкілінде бар. Енді пиардан если менен алсаңызда болады, онтиктан және де онтиктағы бар енді клэфи және де тағы да басқа топовый енді бастап келе жатқан МКПшылар. Енді бастап келе жатқан кезінде енді он емес, енді где-то 200 подписчик бар, 300 подписчик бар, ютуберлардан алсаңыздар болады. Біз енді алдық, сөйтіп бізде мысалы 50 подписчик бар, мысалы где-то 35 лайкымыз бар. Енді не істейміз? Бізге каждый подписчик сайын өзіміздің контентті улучшить, өзіміздің контентті күшейту керек. Мысалы бізге где-то 10 подписчик қосылды ғой, 10 подписчиктен сайын сен жаңа контент ойлап табасың, жаңа идея ойлап табасың. 10 подписчик қосылады, жаңа идея ойлап табасың. Солай кете бересің. Мысалы солай кете бересің. Одан кейін монтаж каждый 10 под. Монтажды сен каждый 10 подписчик сайын улучшить етуің керек. Бір есеге улучшить етуің керек. Егер сен мысалы 110-ға жетсең, 110-да 2 есе, 120-да 2 есе сөйтіп кете бересің. Яғни сонда сен 1000 подписчикке жетем дегенше сенде керемет монтаж болады. 1000 подписчиктен кейін сен 900 подписчикке қандай монтаж жасадың, сондай монтажбен жүре беруге болады. Одан сайын улучшить етудің қажеті жоқ десем болады. Ал енді достар, енді біздің енді осымен видеоролик аяқталды. Ал енді мен осылай амандаспай, енді біз концертқа қарай кеттік. И және достар, міне біздің осымен видеоролик аяқталған болатын. Давайте осы видеоға 50 лайк басып кетейік, сол кезде мен келесі видеоны шығаратын боламын. Ал енді сіздермен болған мен Зума, ал біз амандықта жүздескенше, ал аман сау болыңыздар. Давайте,